Күн жарық болсын көрермен. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Бүгін біз Астана қаласы тұрғындары мен қонақтарының қазақ тіліндегі сөздерді қаншалықты дұрыс әрі қатесіз айтып жүргенін білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақ тіліндегі ең қысқа сөзді білесіз бе? Ең қысқа? Иә? Бір әріптен тұра ма? Ең қысқа сөз. Білмеймін. Тамаша. Керемет, рахмет көп. Қазақ тіліндегі ең қысқа сөз у. Қазақтың ұлттық тағамы қалай аталады? Бешбармақ. Бешбармақ. Сенімдісіз бе? Сенімдімін. Жақсы. Қазақтың ұлттық тағамы негізінен ет деп аталады. Бешбармақ деген сөз қырғыздардан келген бізге. Себебі олар саусақты бармақ деп атайды екен, сол үшін бешбармақ. Дұрыс екен. Сөзің дұрыс екен. Енді біліп жүресіз ғой. Иә, иә. Жақсы, рахмет көп. Туған күн бе, туылған күн бе? Негізі көп жерде туған күн деп айтады, себебі туылған күн ол сен туылмадың ғой, например, туылған дегеннен қарағанда туған күн көбінесе дұрыс деп есептейді көбісі. Туған күн деп. Ал сіздің есебіңізше? Менің есімімше де тоже туған күн. Тамаша, қыздар, жауаптарыңыз өте дұрыс. Туылған күн емес, туған күн. Орыс тілінде большое спасибо деген сөз бар, иә? Соның қазақ тіліндегі аудармасы қалай? Үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Сенімдісіз? Иә. Жақсы, енді біліп жүріңіз. Онда большое спасибо сөзінің аудармасы көп рахмет болады. Үлкен рахмет деген бұл калька тіркес тікелей аударма. Жақсы біліп жүресіз ғой, иә? Иә. Пайдалы болды ма? Иә. Рахмет көп. Ком деген сөз бар, иә, білесіз. Соның қазақ тіліндегі аудармасы қалай? Қабат па? Жоқ, қалқ. Қазір айтамын. Балконның қалқан ме? Қалқа. Қалқан ғой. Балкон сөзінің аудармасы қазақша балкон болып қалады. Біліп жүресіз ғой, иә, келесі. Иә. Көп рахмет сізге. Фонтан деген сөз бар, иә? Аха, соның қазақ тіліндегі аудармасы қалай болатынын білесіз бе? Ой, білмеймін. Білмеймін. Жақсы, ал банан ше? Жоқ, сары қисық. Сары қисығы, иә? Өте бұрыс аударма. Банан болып қолданылады қазақ тілінде. Аха, фонтан болып қолданылады. Енді біліп жүресіз ғой, иә? Жақсы, иә. Рахмет көп сізге. Еліміздің болашағы қазақ тілінде. Тілімізді құрметтейік. Келесі жүздескенше.